Дедіңдер? Донор ма? Я негізі мен бұрын тапсыруға барғам. Қалай тапсыру керек екенін білемін, бірақ тапсырған жоқпын. Алкоголь шыққан жоқ па үшін? Я негізі ол кезде шынымды айтсам тапсыратын ситуация болған жоқ. Мен қан жараған жоқ. Үміткер мен. Егер де одан болашақ күйеуімді көріп жатсам, әрине барып тапсырамын. Өйткені сезім пайда болғаннан кейін барып тапсырсаң, а вдруг өзің совместимость сосын не істейсіңдер мысалы? Лучше пока Сен ше? на берегу. Негізі я тексерілген дұрыс, өте дұрыс. Ертең күні мысалы мүмкін қолым үшін жаңағыдай шахмыз айтып қалды, жаңағы бір-біріне сәйкес келіп қалуы мүмкін да, мысалы видео болмаса да бала болмай қалуы арасында. Сол мәселелер бойынша да алдына бір рет тексерілген дұрыс. А? Бір рет тексерілген дұрыс. Менің қанын тапсыру. Егер де жоқ, үміткермен бармайтын едім, егер де менің болашақ жарым күйеуім мысалы айтайын деп жатса, осылай давай тапсырайық десе, мен қарсылығым жоқ. Бірақ бұл кісілер тым ерте жасап жатқан сияқты, жұрт болмай қан тапсырып, не үшін деген Жаңағы қасында тұрған торт жегің келіп жатыр ма? Я жегім келіп жатыр. Мен де 26-тамын. Сен 26-тасың ба не? Құндыз сен 28-дейсің, е? Ой, 2 жылдан кейін 30-ға келеді екенсің ғой сен. Есіме салып жатқаныңызға түркет жасап. Мысалы Нұрлан 24-те, сен ол кезде 26-та, 2 жас кішкентай баламен сен жүргенсің ба сонда? Мен үміткермін. 25-те ғой, Мұрат. Сен үміткермін деп әңгіме айтпай қоясың. Не боласың сен үміткерің деп? Мен оған үміткер. Әділет қанша жаста? Айтамын, бірақ ештеңе айтатын ештеңем жоқ. Өздері күшті болып жатыр. Әдеттегідей. Аспанда не бар? Сұрақтар болса